Бас прокуратура мен Қазақстанның демократиялық таңдауы тіркелмеген қозғалыстың заңсыз қызметі анықталды. Оны Қазақстанды 20 жылға бас бостандығынан айыруға сотталған Мұхтар Әблязов құрған. Әблязов сотпен қылмыстық қоғамдастықты құрғаны, 7,5 миллиард ақш долларын ұрлап, шетелге шығарған үшін кінәлі болып танылды. Қылмыстық табыстарды заңдастыру фактілері бойынша бірқатар еуропалық елдерде Әблязовқа қатысты тергеу жүргізілуде. Ұлыбританияда Лондон қаласының жоғарғы сотының шешімімен Әблязов пен оның сыбайластарынан 4 миллиард ақш доллары өндірілген. Шетелде сот жазасынан жасырынып, Әблязов Қазақстан Республикасы Конституциясының талаптарын бұзып, конституциялық құрылысты күштеп өзгертуді насихаттау мен үгіттеу бойынша заңсыз әрекетін жалғастыруда. Интернет желілер, мессенджерлер, сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік топтарға парақшалар тарату арқылы Әблязов белсенді түрде Қазақстанның азаматтарын қозғалысқа қосылуға шақырады. Қазіргі биліктің жағымсыз бейнесін құрып, қоғамда наразылық көңіл-күйлер қалыптастыруда. Осылайша жоспарлы түрде әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруда. Наразылық акциялардың бейбітшілігі туралы айтса да, қозғалыс басшысы Мұхтар Әблязов пен оның белсенділерінің қылмыстық мақсаты билікті құлатып, басып алу болып табылады. Бұл әрекеттер экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы заң бойынша саяси экстремизм болып саналады және мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыс ретінде қудаланады. Осыған байланысты бас прокуратура туралы заңмен көзделген өкілеттіктерін іске асырып, сотқа қозғалысты экстремистік ұйым деп тану туралы арызбен жүгінді. Бүгін Астана қаласының Есіл аудандық сотының шешімімен аталған арыз толық көлемде қанағаттандырылды. Сот пен қозғалыстың әрекеті экстремистік деп танылып, оған Қазақстан Республикасының барлық аумағында тыйым салынды. Сонымен қатар, бұл ұйымның әрекетін ақпараттық материалдар, бұқаралық ақпарат құралдары, телекоммуникация, әлеуметтік желілері, мессенджерлер және бейне хостингтер арқылы таратуға тыйым салынды. Бұдан басқа, әлеуметтік алауыздықты қоздыру, билікті басып алуды насихаттау және оған жария түрде шақыру фактілері бойынша ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарымен сотқа дейінгі тергеп тексерулер жүргізілуде. Құрметті азаматтар, бас прокуратура сот шешімінен кейін Қазақстанның демократиялық таңдауы экстремистік ұйымының әрекетіне кез келген қатысқаны және қаржыландырғаны үшін қылмыстық кодекстің 182, 258 және 405 баптарына сәйкес қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қатысу әрекетіне қозғалыстың идеясын үгіттеу және насихаттау, оның жарияланымдарын, парақшаларын, посттарын, пікірлерін және басқа да ақпараттық материалдарын дайындау, шығару, көбейту және тарату жатады. Сонымен қатар, қатысу болып, қозғалысты және оның басшысы Әблязовты қолдауға митингілерді, шерулерді, жария акцияларын және басқа жаппай іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу саналады. Қаржыландыру ұғымына Әблязов пен қозғалысқа ақшаны, өзге де мүлікті беру, немесе жинау, сыйға тарту, айырбастау, қайырмалдық жасау, спонсорлық және қайырымдылық көмек, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсету жатады. Сонымен қатар, істегі заңнамаға сәйкес экстремистік топтың әрекетіне қатысуды өз еркімен тоқтатқан адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады.